Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай, тез арада дайын болатын дәмді көженің рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Қазанымызды қыздырып, үстіне 50-60 граммдай сұйық май құйдым. Бір орташа пиязды осылай ұсақтап 4 бөлшек етіп турап, майдың үстіне салып, кішкене сарғайтып қуырып алдым. Пияз міндетті түрде кішкене ғана сарғайса жеткілікті, қатты қызарып кетудің қажеті жоқ. Сосын фаршымызды салдым. Фарш менде майлы емес, майсыз фаршты салғандарыңыз дұрыс, сонда тамағыңыз дәмді болады. Дәл осылай аздап қуырып аласыздар, жақсылап тұрып араластырып тұрыңыздар. Және де 60 граммдай осындай чертополох томатын салдым. Егер кәдімгі томат болса, бір ас қасық қосасыздар. Мендегі томат чертополох томаты. Енді үстіне ұсақтап туралған 4 бөлшек етіп осындай сәбізді турап алдым. Оны да салдым. Жақсылап бір қуырып аламыз. Кішкене сәбіз жаңағыдай не істеу керек? Қуырылуы керек, жартылай пісуі қажет. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай сәбізді біраз араластырып тұрып қуырып алдым. Келесі кезекте үстіне картопты жаңағыдай ашып, тазалап, дәл осылай 4 бөлшек етіп салдым. Үлкенірек етіп салсаңыздар да болады, бірақ фаршпен жасағаннан кейін барлығын ұсақтап, кішкентай мөлшерде жасағандарыңыз дұрыс. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз, және де аздап қуырып аласыздар. Картошканы салғаннан кейін мен 5 минуттай қуырып алдым. Содан соң үстіне дәміне қарай тұз салдым, және де тағы бір араластырып жіберіп, жаңағы үстіне салқын су құйдым. Тез арада піседі. Бұл жерде кішкене ғана көбірек пісетін сәбізді қуырғанда 5 минуттай қуырып, жаңағыда жартылай пісіріп алсаңыздар, фаршпен бірге, картошкамен бірге тез арада пісетін болады. Сосын үстінен су құйып, салқын су құйып, бетін жауып қайнатамыз. Біраз қайнағаннан кейін, яғни сәбізі піскеннен кейін осындай күріш салдым. Және де бізде өте дәмді болып шығады. Осылай жақсылап араластырып жібереміз. Енді күрішті піскенін күтеміз. Күріш менде 15 минутта пісіп шықты. Жақсылап қайнатамыз. Осы кезде газдың астын күріш салғаннан кейін қатты қойыңыздар. Содан соң қайнағаннан кейін жай қойып 15 минут қайнатып пісіріп аласыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай менде тамағым пісіп шықты. Небары 45 минут, 30 минуттың ішінде дәл осылай тағамымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Мен балаларыма қатты ұнады. Видео ұнаса, поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісінде осы видеоны чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңызды сұраймын. Егер де каналға тіркелмесеңіз, дәл қазір тіркеліп қойыңыз, ас болсын.